Сәлем достар, бүгін бізде жазғы керемет стандарт емес логикалық сұрақтар мен жұмбақтар айлары. Тіпті өзіңізді ақылдымын деп ойласаңыз, бұл сұрақтар сізді тығырыққа тіреуі мүмкін. Видео соңында нәтижелеріңізбен бөлісуді ұмытпаңыз. Сіздермен бірге біз, бәрі бар арнасы. Номер 1 сұрақ. Миыңызды жаттықтырып алу үшін оңай сұрақтан бастайық. Сіз бөлмеде тұрсыз. Сізден басқа тағы 4 адам бар. Әрқайсыңыз бір-біріңізді көре аласыз. Сонымен қатар, бөлмеде сізден басқалары көре алатын алма бар, ал сіз алманы көре алмайсыз. Алма қайда орналасқан? Дұрыс жауабы. Егер сіз логиканы қоссаңыз, онда жауап беру қиын емес. Алма сіздің басыңызда. Егер дұрыс жауап берсеңіз, лайк басып кетіңіз. Әрі қарай жалғастырайық. Номер 2 сұрақ. Бір саяхатшы ұзақ уақыт бойы орманда адасып, үлкен қамалға сүрініп кетті. Ол кіргеннен кейін басты есік жабылып, үлкен залда болды. Оның алдында 3 есік пайда болды. Және ескерту. Адам осы есіктердің бірінен кейін ғана тірі қалуы мүмкін. Бірінші есіктің артында тоғандағы аш акула бар. Екінші есіктің артында сериялық өлтіруші 1900 жылдан бері жүздеген адамды өлтірді. Үшінші есіктің артында адам денесі толығымен ери алатын улы қышқыл орналасқан. Саяхатшы тірі қалу үшін қай есікті таңдау қажет? Дұрыс жауабы. Сонымен, егер сіз қышқылды таңдасаңыз, саяхатшыны сөзсіз өлім күтеді. Егер сіз аш акуланы таңдасаңыз, қуана жейді. Дұрыс таңдау. Егер сіз мұхит таңдасаңыз, маньяк 1900 жылдан бастап жүздеген адамды өлтіргеніне назар аударыңыз. Яғни 2021 жылы ол қайтыс болды, немесе соншалықты әлсіз болғандықтан ол ештеңе істей алмайды. Номер 3 сұрақ. Сіз ханымға арналған аяқ киім шығаратын 2 зауыттың директормын деп елестетіп көріңіз. Бірақ сізде үлкен мәселе бар. Көптеген аяқ киім жұмыскерлер әйелдеріне, аналарына, немесе қыздардан деп ұрлайды. Әрқайсысын ұстап алу мүмкін емес. Ұрлықты қалай тоқтатуға болады? Дұрыс жауабы. Ұрлықты тоқтату өте қарапайым. Сізге қымбат бейне бақылау камераларын орнатудың немесе қосымша күзетшілерді жалдаудың қажеті жоқ. Тек бір зауытқа 10 жұп аяқ киім жасау керек, ал екіншісіне сол жұп аяқ киімді істеу керек. Содан кейін аяқ киім ұрлаудың мағынасы болмайды. Номер 4 сұрақ. Математика сыныбында қоңырау кезінде батыл тонау болды. Біреу мұғалімнің үстелінен алма ұрлады. Күдікпен 3 оқушыны алып келді. Мұғалім бірінші оқушыдан жауап алды. Ол мұны істемегенін айтты. Екінші оқушы да бұны істемегенін айтты. Ал үшінші адам алманы екінші оқушы ұрлады деді. Мұғалім тек бір оқушының шындықты айтқанын білді. Алманы ұрлаған адамды мұқият табыңыз. Дұрыс жауабы. Бұл қылмысты ашу үшін логиканы қосу керек. Сондықтан біз студенттердің барлық мәлімдемелерін тек біреуі дұрыс болғанын білеміз. Қалғандары жалған. Сәйкесінше, егер үшінші оқушы алма ұрласа, онда бірінші және екінші оқушы шындықты айтатын еді. Ал бұл шартқа қайшы келеді. Егер екінші оқушы алма ұрласа, онда бірінші және үшінші оқушы шындықты айтатын еді. Бұл да шартқа қайшы келеді. Тек шартқа келісетін жағдай, бірінші оқушы алманы ұрлады. Номер 5 сұрақ. Көптеген жылдар бұрын шаруа патшалықтарының бірінде әділетсіз өлім жазасына кесілді. Патша мейірімділік танытуды шешті және ер адамға қалай өлгісі келетін таңдауын ұсынды. Ол өз шешімін айтты. Нәтижесінде бұл оның өмірін сақтап қалды. Шаруа не сұрады?
Дұрыс жауабы. Патша шаруаға қалай өлгісі келетін таңдауды ұсынды. Шаруа қартайып өлгісі келетінін айтты. Сондықтан патшаға оны босатудан басқа амалы қалмады. Номер 6 сұрақ. Полиция қарақшының осы үйлердің біріне кіргенін біледі. Мұқият қарап, қай үйде қарақшы жасырынған болуы мүмкін және неліктен екенін айтыңыз. Дұрыс жауабы. Бұл жағдайда сіз үйге емес, тұраққа қойылған көліктерге қарауыңыз керек. Қашуға ықтималдылығын жоғары қылған қылмыскер бірінші үйге жасырылды. Онда көлік бағыты көшеге қаралып қойылған. Номер 7 сұрақ. Суретте не дұрыс емес екенін анықтаңыз. Логикалық сұрақ. Үстелде 3 қорап сіріңке бар. Біріншіде 11 дана, екіншіде 7, ал үшіншіде 6 дана бар. 3 қораптағы сіріңкелерді ауыстыру арқылы әр қорапта 8 сіріңке болуы керек. Ескерту, бірақ әр уақытта маңызды шарт бар. Ауыстыру кезінде неше сіріңке ауыстырыңыз келеді, сонша сіріңке сол қорапта болуы керек. Дұрыс жауабы. Алдымен бірінші қораптан екіншіге 7 дана ауысады. Әрі қарай екінші қораптан үшіншіге 6 дана беруіміз керек. Үшінші этапта үшінші қораптан бірінші қорапқа 4 дана беруіміз керек. Осылайша бәрінде 8 дана болады. Видео соңына да келіп қалдық. Видеоны лайк басып, каналға жазылумен қатар қоңырауды бассаңыздар, видеоны бірінші болып көретін боласыздар. Және пікірге неше сұраққа жауап бергеніңізді жазып кетіңіздер. Видеоны достарыңызға жіберіп, жарыссаңыздар болады. Сіздермен бірге біз бәрі бар арнасы.